Жаңа жер бірінші бөлімнің 8-ші тарауы. Қуғындалушы. Дорис өмірден өз жолын таба алмай, өз-өзін бір орында тұралап қалғандай сезінді. Қазірдің өзінде бірнеше ісі сәтті болып, енді қазір метафизикалық орталық ашуды ойлап жүр. Ол талантты, қабілетті екенін сезет, бірақ сол таланты мен қабілетін қалай пайдалану туралы кеңес қажет болды. Біз сеансты бастаған кезде Дорис ұзақ уақыт бойы ештеңе көрмеді немесе қай жерде жүргенін анықтай алмады. Ол айналасының қараңғы екенін көрді. Көп сұрақ қойғаннан кейін ғана ол үлкен, суық бөлмеде екенін сезді. Қолдары ауырып, оны қозғалта алмады. «Қолымды байлап тастаған сияқты», деді. Ол өзін жайлы сезінуі үшін гипноз қолдандым. Денесінің төменгі бөлігінде қозғалта алмады. Бұл әйтеуір бірдеңенің бастамасы болса да, ол әлі де ақпарат бере алмады. Сондықтан бұның себебін білу үшін мен оны оқиға болар алдындағы уақытқа ауыстырдым. Дорис: «Мен тым көп білдім. Әрі білгенімді айттым. Сондықтан мені алып тастау керек болды. Бұл басқа уақытқа ұқсайды, бірақ орта ғасыр емес. Ұзын, қара шапан киген тіршілік иелерін көріп тұрмын. Бірақ олар адам емес». Долорес: «Олар кім?» Дорис: «Білмеймін. Олар алаңда жүріп, адамдарға тиісіп жатыр. Адамдарды билеп, төстеп, өз дегендерін істетті. Мен адамдарға көмектеспеуім керек еді». Долорес: «Ер адамсың ба, әлде әйелсің бе?» Дорис: «Екеуі де емес. Мен адамға ұқсамаймын. Мен оларға ұқсаймын. Бірақ олар сияқты болғым келмейді. Мен адамдарға зиянымды тигізгім келмейді». Долорес: «Денең қалай көрінеді?» Дорис: «Өте ұзын, биік, созылып жатыр, сырық секілді. Мен де солар сияқты қара киінгенмін». Долорес: «Неге олар адамдарға зиянын тигізеді?» Дорис: «Оларды қинап жұмыс істеткісі келеді». Долорес: «Бұл адамдармен ұзақ уақыт бірге болдың ба?» Дорис: «Иә, олар менің достарым. Мен оларға көмектестім». «Мен оларды үйреттім. Бірақ қазір олар тым көп білгендіктен адамдарға зиянын тигізеді». Долорес: «Оларға нені үйреттің?» Дорис: «Шаруашылықты қалай жүргізуді, қалай өмір сүруді үйреттім». Долорес: «Бірақ мен бұл жерден ешқандай жамандықты көріп тұрған жоқпын». Дорис: «Мен де солай ойлағам. Оларға үйрету үшін сол жерге баруым керек депдім». Долорес: «Қара киімді тіршілік иелері үнемі сол жерде болды ма?» Дорис: «Жоқ, олар тек не болып жатқанын көруге келді. Мен ол жерде ұзақ болдым». Долорес: «Біреу саған сонда барып көмектесуің керек деп айтты ма?» Дорис: «Менің баруым керек еді. Неге баруым керек екенін білмеймін. Адамдарға көмектесу менің жұмысым». Долорес: «Сен келгенде адамдар басқаша болды ма?» Дорис: «Иә, олар дөрекі болды, өте дөрекі. Олар дұрыс тамақтануды білмеді. Олар жеміс жидектерді, ағаш қабығын және қоңыздарды жеді. Олар ештеңе өсіруді білмеді. Мен олардың дамуына көмектесуім керек еді. Бірақ олар келіп, оларға көп нәрсе үйреткенімді айтты. Олар тез үйреніп, дамымау керек еді. Бұл жақсы емес». Дорис ол жерге барғанда өзінің шынайы бейнесін жасыру үшін үстіне қара мантия киді. Шындығында, оның денесі үлкен жасыл шегірткеге ұқсайтын еді. Оның туған ғаламшарындағылардың бәрі сондай еді. Өзіне қарап, қорқып кетпеу үшін жасырынып жүрді. Долорес: «Бұрын басқа жерлерге бардың ба?» Дорис: «Иә. Бірақ бұл жолы бәрі дұрыс болмады, өйткені біз тым көп және тым тез жұмыс істедік. Маған адамдар бәрін түсінетін сияқты болып көрінді. Сондықтан мен оларға әрі қарай үйрете бердім. Мен оларға жер, су, ағаштар, өсімдіктер туралы айтып бердім.
әрі оған қалай күтім жасау керегін түсіндірдім. Мен оларға бәрін жазып отыруды да үйреттім. Өйткені бұл өте маңызды. Бұнда тұрған жаман ештеңе жоқ. Олар жыл мезгілдерін, қай уақытта егін егуді, қалай егуді білу керек еді. Олар бұны білмесе дами алмайды. Долорес: үй салуды да сен үйреттің бе? Дорис: олар ағаштан үй салып, сол үйде тұруды үйренді. Олар жеке жүріп емес, топтасып өмір сүруді үйренді. Топтасып өмір сүру оңайырақ болды. Содан кейін басқалары келіп, маған бәрін дұрыс істемедің, олар көп нәрсені білмеу керек еді. Олар бәрін уақытынан ерте біліп қойды деп айтты. Долорес: олар адамдарға зиянын тигізді деп айттың ба? Дорис: қара киім киген тіршілік иелері соғыс ашты. Ал адамдар бір-біріне зиянын тигізе бастады. Олар дамымауы керек еді. Долорес: сонда олар дамып кетпеу үшін соғыс басталған ба? Олар сенің үйреткеніңді ұмытуы керек пе? Дорис: өмір сондай жайлы болды. Адамдар осылай дами берсе, бәрі тым тез болады деп қорықты. Долорес: мәселе неде болды? Дорис: мен түк түсінбедім. Олар жай ғана бұл дұрыс емес деді. Долорес: енді қазір не көріп тұрсың? Дорис: мен жарықты, ғарышты және жұлдыздарды көріп тұрмын. Мен ғарышта болып үйге қайттым. Долорес: өзіңді байлап тастағанын білгенде не болды? Дорис: мен бір нәрсенің ішінде жаттым да қозғала алмадым. Олар мені адамдардың арасынан алып шықты да босатып жіберді. Мен жұлдыздардың арасында ғарыш кемесіндемін. Бұл керемет. Бірақ қайтып орала алмаймын. Долорес: қайтып оралғың келе ме? Дорис: адамдар көп зардап шекті ме деп қорқамын, бірақ қайта оралғым келмейді. Долорес: денең не сезеді? Дорис: қазір енді бос секілді. Ғарыш кемесінде оның қасында ешкім болмады. Ол жалғыз болды. Бұл тыныш жер, деді. Ол тек ғарыш пен жұлдыздарды көрді. Қайда ұшып бара жатқанын білмеді. Сондықтан мен оны тоқтаған сәтіне ауыстырдым да не көріп тұрғанын сұрадым. Дорис: мен өзімді ауыр сезінемін. Қайда тұрғанымды да білмеймін. Бос алаңқай секілді. Мұнда көп нәрсе жоқ. Мұнда ағаштар да жоқ. Әдемі емес, ауасы да ауыр. Долорес: демек, бұл кеме сені осында әкелуге бағдарламаланған ба? Денеңіз қазір қалай көрінеді? Дорис: бір түрлі сезім. Аяқ қолым жіп-жіңішке, қатты жіңішке. Саусақтарым, бәшбайларым жоқ, теп-тегіс. Денем домалақ секілді. Үлкен, биік, әрі дөңгелек, шегірткенің денесіне ұқсайды. Бірақ мен тік тұрмын. Долорес: бет әлпетің қандай? Дорис: көздерім үлкен, өте үлкен. Бұл жерде маған қара мантия киюдің қажеті жоқ. Өйткені мұнда ешкім жоқ. Жалғыз өзіммін. Жартастардың арасымен өтетін үңгірлер бар. Маған бірдеңе істеудің қажеті жоқ. Долорес: тамақ іштің бе? Дорис: қажет нәрсенің бәрін ауадан аламын. Бұл өте қиын жер. Мен мұнда ұзақ тұра алмаймын деп ойлаймын. Долорес: сонда не істегің келеді? Дорис: мен осында болуым керек. Долорес: бұл жерден кете алмайсың ба? Дорис: мені кедергі жасамасын деп осында қуып жіберді. Мен бұл жерден кете алмаймын. Мен осында қалуым керек. Долорес: ең бірінші рет адамдардың арасына қалай бардың? Дорис: біз бір жерден екінші жерге саяхаттап жүріп, адамдарды ұзақ бақыладық. Олар көмекке мұқтаж болды. Мен өз еркіммен көмекке келдім. Долорес: басқалары сенің не істеп жатқаныңды бақылады ма? Дорис: олар менің не істеп жатқанымды бақылап отырды деп ойлаймын. Долорес: олар сені ештеңе жоқ жерге жіберді ме? Дорис: мен осында қалуым керек.
Маған әлгі жер ұнап еді, ол өте әдемі еді. Енді не істерімді білмеймін. Егер ол тамаққа мұқтаж болмаса, тіпті өлмейтін болса да, біздің қабылдауымызға қарай ұзаққа созылуы мүмкін еді. Сондықтан не болғанын білу үшін мен оны басқа оқиғаға ауыстырдым. Ол кенет қатты күрсінді. Ах, менің денем жоқ, мен өлдім. Маған енді ол жерде жүрудің қажеті жоқ. Мен бұл жерден кете аламын. Долорес, не болды? Дорис, мен бір нәрсені сездім де, ол жерден кетіп қалдым. Мен ол жерде ұзақ болдым. Долорес, осы уақыт ішінде ол жерден ешкімді көрмедің бе? Дорис, жоқ, бұл өте қиын, бірақ қызық жер болды. Мен ғаламшарларды, жұлдыздарды бақыладым. Олар оркестрге ұқсайды, әрі өте әдемі. О, сондай сүйкімді. Долорес, бірақ бұл саған жаза секілді болуы керек пе? Дорис, бірақ соңында әдемі жер болып шықты. Долорес, ол жерден кеткің келді ме? Дорис, әшкере болған соң өлдім. Долорес, қазір қалай көрінесің? Дорис, жұлдыз бен жарық секілді. Долорес, ол өмір туралы не айтасың? Не ойлайсың? Дорис, бұл бір уақытта екі өмірді бастан өткергендей болды. Долорес, бұл саған бірдеңе үйретті ме? Дорис, заттар үнемі ойлағаныңдай бола бермейді екен. Жақсы дегеннің шын мәнде жаман болуы мүмкін, ал жаман жақсы болуы мүмкін, бірақ бұл маңызды емес. Соңында бәрі бірдей болып шығады. Долорес, енді қайда барасың? Дорис, білмеймін, өзімді өте жақсы сезінемін, шаттанып тұрмын. Ол қасынан қайда бару керегін айта алатын ешкімді көрмеді. Сондықтан оның қайда болғанын көру үшін алға қарай ауыстырдым. Дорис, мен жарыққа барамын. Біз бәріміз жарыққа қарай ұшамыз. Долорес, көзіңе басқа біреулер түспеді ме? Дорис, иә. Долорес, бұл жарық қалай көрінеді? Дорис, ол керемет, ол әдемі, ол өте жылы. Долорес, ол не жарық екенін білесің бе? Дорис, ол бәрі, бұл керемет. Қазір мен үйдемін, жарық деген бәрі. Долорес, үйде болған жақсы ма? Дорис, керемет, бірақ олар мені мұнда ұзақ тұрмайды дейді. Мен қайта кетуім керек. Долорес, бірақ сонда тұрған күніңнен ләззат аларсың. Дорис, иә, бірақ мен үйренетін басқа да нәрселер бар. Долорес, оны сол жерде жүріп-ақ үйрене алмайсың ба? Дорис, мұнда бәрі бар, ал бәрі болса үйрену мүмкін емес. Долорес, сонда басқа нәрсені үйренуің керек пе? Дорис, иә, әрқашан үйренуге болатын нәрсе бар. Ол сол жерден кеткісі келгенде, мен оны басқа уақытқа ауыстырып жібердім. Дорис, уақыт келгенін білемін. Долорес, жарықтан алыстап бара жатырсың ба? Дорис, иә, мен жарықтан шықтым, мен алыстап барамын. Жұлдыздың жанынан өтіп бара жатқан жарқыраған комета сияқтымын. Міне, мен ұқсайтын нәрсе. Бұл өте әдемі. Біреу сізді итеріп жібергендей, бірақ мұнда ешкім жоқ. Жолда жүргендеймін. Ол жолдан шыға алмаймын. Басқа жолға түсе алмаймын. Долорес, бірақ сіз бәрі жақсы болатынын білесіз. Солай емес пе? Дорис, иә, әрқашан бәрі жақсы болады. Долорес, демек сіз ғарышта жүрсіз, ал жұлдыздар әдемі болып көрінеді. Солай ма? Дорис, иә.
Ол тоқтаған сәтте оны тағы да басқа уақытқа ауыстырдым да не көріп тұрғанын сұрадым. Дорис: білмеймін. Мен бұрын соңды мұнда болған емеспін. Оттың ішінде тұрған сияқтымын, бірақ ыстық емес. Аспан түрлі түсті, айналамда әр түрлі түсті, бірақ бұл қалыпты секілді. Тек мен әдеттенбегенмін. Долорес: қасыңда басқа тіршілік иесі бар ма? Дорис: мұнда адамдар жүр, бірақ олар мені көрмейді. Олар басқаша көрінеді, кәрі, беті әжім-әжім, өздері ірі, тас секілді. Долорес: уақытты алға жылжытайық та, сенің мұнда не істеуің керек екенін білейік. Дорис: мұнда олардың қаласы бар. Мен оларға көмектесуім керек. Формуламды өзгерту үшін оларды зерттеуім керек. Сөйтіп, оларға ұқсап тербеліс жиілігімді өзгертсем, олар мені көреді. Олардың ғаламшармен проблемасы бар. Олар ғаламшарға істеп жатқан әрекеттерін өзгертпесе, өздері өледі. Долорес: оларға көмектесу үшін не істейсің? Дорис: мен олардың не істеп жатқанын біліп, оларға басқа нәрсені үйретуім керек. Бұл менің жұмысымның бір бөлігі. Олардың не істеп жатқанын және не қажет екенін білу. Мұның не екенін білу үшін мен оны тағы да басқа уақытқа апардым. Дорис: олар тау, кен жұмыстармен айналысамыз деп жүр. Ғаламшардың орталығына тым жақындап қалды. Бұл оның орбитасын және ғаламшарды өзгертуі мүмкін. Олар мұның бәріне әсер ететінін білуі керек. Олардың іздеп жүргені шын мәнінде керек емес нәрсе. Олар дер кезінде тоқтауы керек. Маған сақ болу керек. Әрі олар мені тыңдай ма, жоқ па, соны білуім керек. Мен тағы бір ғаламшардан айырылып қалғым келмейді. Содан кейін мен оны басқа оқиғаға ауыстырып, физикалық денеге кіріп сөйлегенде не айтатынын білетін білмейтінін сұрадым. Ол: мен мұны сеземін деп жауап берді. Долорес: физикалық денесінің аты Дорис. Басқа ғаламшардағы адамдарға көмектескеннен кейін неге физикалық денеге кіргің келді? Дорис: бәрі қандай болса, мен де солар секілді болуым керек. Басқаша болса, ештеңе істей алмас едім. Долорес: сонда сенің міндетің үнемі бір жерден екінші жерге саяхаттау ма? Бір жердегі жұмысыңды бітіргеннен кейін екінші жерге барасың ба? Сізге біреу жерге баруың керек деп айтты ма? Дорис: олар адамдарға сенің көмегің керек деп айтты. Долорес: демек, бұл жолы физикалық денеге кіруге тура келді ме? Неге олар бұл жолы адам болуың керек деп ойлады? Дорис: өткен жолы бұдан ештеңе шықпады. Долорес: егер адам болсаң, бұл жолы іске аса ма? Бұл туралы не ойлайсың? Дорис: мен не істеуім керек болса, соны істеймін. Мұнда көптеген қамқоршылар бар, және бәрі жақсы болып келеді. Долорес: олар көптеп келіп жатыр деп айтқыңыз келіп тұр ма? Дорис: мұнда қазір олар көп. Олар бірлесіп жұмыс істей бастады. Долорес: бұрын олай емес пе? Дорис: ол кезде біреу ғана болды. Қазір осы ғаламшарға көбі келіп жатыр. Долорес: неге осы жылы олар көп келіп жатыр? Дорис: бұл бәрі үшін маңызды уақыт. Осы ғана ғаламшар үшін емес, барлық ғаламшарлар үшін маңызды. Бұл бір ғаламшардан екінші ғаламшарға өтетін тербеліс жиілігіне байланысты. Олар кеңістік пен уақыт арқылы өткенде өзгереді. Долорес: сен мұнда тербеліс жиілігіне көмектесу үшін келдің бе? Дорис: мен мұнда ғаламшарға көмектесу үшін келдім. Долорес: егер физикалық денем болса, мұны жақсы істеймін деп ойлайсың ба? Дорис: осы жолы жалғыз нұсқа осы.
Долорес: бірақ мұнда келгенде бәрін ұмытып кететініңді білесің бе? Дорис: иә, бұл қиын болды, мен мұны түсінбедім. Долорес: бірінші рет физикалық денеге еніп тұрсың ба? Дорис: мен шегіртке болдым. Долорес: дұрыс, жердегі өмір туралы не ойың бар? Дорис: бұл қиын. Долорес: физикалық денеге енгенде шектеулер бола ма? Дорис: мен адам өміріне араласқым келмейді. Долорес: араласу деп нені санайсыз? Дорис: кейде адамдарға айтуға тырысамын, бірақ олар түсінбейді. Дористің жеке басына қатысты сұрақтарға толығырақ жауап алу үшін түп сананы шақырдым. Ең бірінші Дориске неге осы өмірін көрсеткенін білгім келді. Дорис: ең алдымен ол өзін кім деп санайтынын білуі керек. Долорес: ол өте күшті рух емес пе? Бұл рух өте қабілетті, демек ол бұрын жер бетінде адам боп өмір сүрмеген бе? Дорис: бірнеше рет болды, бірақ көп емес. Долорес: мен ерікті ретінде келген басқа рухтар туралы естідім. Олар керемет жұмыс істейді, солай емес пе? Бірақ бұл рухтар карма жинай ма? Дорис: жоқ, олар жинай алады, бірақ оларға бұл қажет емес. Долорес: неліктен бұл жолы осындай қиын өмір таңдады? Дорис: бұрын істеген ісін қалай қайталамауға болатынын түсіну үшін таңдады. Долорес: бұнымен не айтқыңыз келеді? Дорис: қажет болғаннан артық көмектеспеу үшін. Долорес: ол адамдарға қашан тым көп үйретті? иә, тым алысқа бармау үшін, деді Дорис. Долорес: бұл өмірде оның балалық шағында көп проблема болды. Дорис: иә, ол адам болу дегеннің не екенін білуі керек еді. Долорес: барлық кемшілігі мен проблемасын қоса алып адам болу, сонда ол сынап мінемей ме? Дорис: иә. Дористің экстрасенсорлы қабілеті болды. Көп нәрсені істей білді. Ол басқа адамдарға белгісіз нәрселерді білді. Ол адамдар туралы әртүрлі ақпаратты көре білді. Өзі де бұл туралы білгісі келді. Дорис: біз оған мұнда не үшін келгенін білуге көмектесеміз. Ол ұмытып қалмау үшін осындай қабілеті болуына мүмкіндік жасадық. Долорес: ол мұнда не үшін келді? Дорис: ғаламшарды құтқару үшін келді. Долорес: бірақ ол бар болғаны бөлек тұлға. Әлде бұл осында келгендердің барлығының біріккен күші ме? Дорис: ол жүйенің бір бөлігі. Ол жарық шығарады. Онымен араласқан адамдар мұны сезінеді, бірақ олар мұны түсінбейді де, оны басқаша деп ойлайды. Адамдармен сөйлесе отырып, ол дән сеуіп кетеді, бірақ дәнді адамдардың өздері өсіріп алуы керек. Ол өзі түсінбесе де үнемі осылай істеді. Долорес: осы ерекше рухтардың әрқайсысы жүйенің бөлігі ме? Дорис: иә, олар ғаламшарды құтқарады. Бұл нәтиже береді. Ол басқа өмірлер, басқа ғаламшарлар, ғалам мен жұлдыздар туралы үйретуі керек. Басқа өмір бар екенін айтуы керек.